Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 15-ші сабақ саудаласу және заттың бағасы туралы мазмұндарды үйренеміз. Бұнда біз бұл қанша тұрады деген сұрақты қоюды, оған жауап беруді үйренетін боламыз. 这个多少钱? Бұл қанша тұрады? Ал енді сабақта баға сұрау және түсінуді үйренеміз, ақшаны дұрыс айтуды үйренеміз, саудаласу сөздерін үйренеміз. Қытай тіліндегі ақша бірліктерінің ең негізгісі юан. Юанның екі түрлі айтылуы бар. Бейресми жерде куай деп айтады. Куай. Ал бір юанымыз қанша тұрады дейсіз ғой? 100 тиын. Қытайдың тиынымен 100 тиын болады. 1 юан 等于100分. Ал 5 юанымыз 5 yuan деп оқылады. Немесе 5 kuai деп оқылады. Маған ілесіп оқыңыздар. Yuan, kuai. Ал одан басқа бірліктеріне келсек, юаннан кіші бірліктер jiao. Ол да екі түрлі айтылады. Мау деп айтылады. Ал одан кішісі жаңа айттық тиын. Фэн. Ал енді бұлардың арасында қандай байланыс бар? Бір юанымыз 10 jiao. 1 yuan 等于10 jiao дейміз. 1 yuan 等于10 jiao. 1 yuan 10 jiao. Ал 1 jiao 10 тиын. 1 jiao 等于10分. 1 jiao 等于10分. 1 yuan 等于10 jiao. 1 yuan 10 jiao. немесе 1 yuan 等于10 мау деп айтамыз. Ал енді осы сөздерді маған ілесіп үйреніңіздер. Jiao, мау, фэн. Jiao, мау, фэн. Енді негізгі сөздер мен сөз тіркестерді үйренейік. Бұл қанша тұрады демекші болсақ, 这个多少钱? 这个多少钱? 这个деген бұл деген сөз. 多少деген қанша деген сөз. 这个多少钱? 钱деген ақша. 钱деген ақша. Ал қымбат екен демекші болсақ, 太贵了дейміз. Енді арзандатып берші кішкене десек, онда 便宜一点дейміз. Ал маған ілесіп оқыңыздар. 这个多少钱? 这个多少钱? 太贵了. 便宜一点. 便宜一点. Ал мына пиындарға қарап отырсаңыздар, кейбіреуінде тон жоқ. Бұлар жеңіл дыбысталатын дыбыстар. Маған ілесіп қайта оқыңыздар. 这个多少钱? 这个多少钱? 太贵了. 便宜一点. және жалғасты. Мынау маған ұнайды демекші болсақ, 我喜欢这个. 我喜欢这个. мен аламын демекші болсақ, 我要买. қолма-қол төлеймін. 现金деген қолма-қол ақша. 我付现金. Ал маған ілесіп оқыңыздар. 我喜欢这个. 我要买. 我付现金. қарапайым диалог үлгілерін көрейік. Ал сатып алушыға бұл қанша тұрады деп сұрадық. 这个多少钱? 这个多少钱? Сатушы 50 块. 50 块. 50 yuan деді. 50 块. Кейде 块деп айтамыз, кейде yuan деп айтамыз дегеніміз, 50 yuan.
Ал ілесіп оқыңыздар. 这个多少钱？这个多少钱？这个多少钱？50块，50块。 қымбат екен, сәл арзандатыңызшы демекші болсақ, 太贵了，便宜一点吧。太贵了，便宜一点吧。一点деген, мына一点деген азырақ деген сөз, кішкене деген сөз. 便宜一点吧。好吧, 40块. Не деп жатыр? Жарайды, 40 yuan. 好吧, 40块. 好吧, 40块. Ал маған ілесіп оқыңыздар. 太贵了，太贵了，便宜一点吧。好吧, 40块. 好吧, 40块. Саудаласқанда осылай айтамыз. Қымбатсынсақ, 太贵了дейміз. Арзандатып бер десек, 便宜一点吧дейміз. Жақсы. Бүгін сабағымыз осы жерде. Біз бүгін ақшаның бірліктерін үйрендік. Қытай тілінде қалай айтылатындығын. Ал негізгі бірлігі юан, одан кейін жау, одан кейін фін. Юан екі түрлі айтылады. Юан, қай. Ал жау дегеніміз ода екі түрлі айтылады. Жау, мау. Ал фін дегеніміз тиын. Бір юаніміз 10 жау. Бір жауымыз 10 тиын. Ал бір юаніміз сонда қанша тиын екен? 100 тиын екен. Осы байланыстарды біліп алыңыздар. Барған соң үйде сабақ тыңдап болғаннан кейін ақшаның бірліктерін жаттап алыңыздар. Аман сау болыңыздар.